Енді Келинке Сабина түсінікті. Мяу мен Тамашаның артынан бір логикалық соны жоқ болып аяқталып қалған сияқты болды. Не себептен? Жалғасы бола ма, немесе ол бір қысым болды? Мяу сериалының жалғасы болады. Бірақ біздің кейіпкерлерімізді бірінші сезонда өлтіріп тастады. Біз екінші сезонда болмаймыз. Енді біздің кейіпкерімізді бірінші сезонда қатты құтырып кетті негізі деп ше. Ондай жағынан дұрыс істепті авторлар. Тамаша сериалы бойынша мен өзімді түсінбей қалдым, қалай бітіп қалды, қалай неткен ше енді. Енді өзі сондай бір сериал болды. Бізде режиссер ауысып кетті, 2 рет режиссерді ауыстырды. Түсірілім барысында? Түсірілім барысында 2 режиссер түсірді. Кіммен келіспеді? Оператор бойынша басынан Нұрғиса Әлмұрат түсірді. Сосын екінші режиссер жұмысқа кірісті. Режиссерді кім тағайындайды ол жерде? Продюсер тағайындайды. Продюсер? Иә, продюсер Сәлем Продакшн бар ғой, соның адамдары. Сол кісілер. Сондықтан андай режиссер деген уже рассказчик болғаннан кейін басқа адам басқаша рассказывает болып қалды да, андай түсінбей қалдық қай сахнаны қалай түсіргеніміз деген сияқты. Сонда да жақсы шыққан. Бірақ андай 91-ші жылдардағы атмосфераны беруге тырысқан. Жалғасы туралы хабар жоқ. Жалғасы туралы хабар жоқ. Бірақ бұл андай о баста комедия жасай салу керек еді деп ойлаймын да сол сериалды. Мелодрама емес. Түсініксіз жанр болды. Иә, бір түсініксіз жанр болды. Енді Құдайберген аға Сұлтанбаев дегеннен кейін біз оны Құдайберген аға деп қабылдадық та андай. Құдайберген аға деп, он такой весельчак, он такой жизнерадостный. Мынаяқта ол как-то ондай серьезно, Ерлан посерьезнее. Бүйтіп қалды бір кезде кейіпкерім бір. Чувствую, но Құдайберген аға, но он переживал, но не так переживал деймін да, наверное. Все-таки андай не ғой. Сол кісінің бір сөзі бар екен, жаңа ол кезде в Мажилисе было 97 депутатов, и он был депутатом парламента, халық әртісі. Что-то какой-то законопроект, ему, видать, сказали, ну, типа, за, и он нажимает за. И он говорит, за, и все 97 депутатов за. И он говорит, Құдай, мен бұл парламентте жалғыз әртіс па десем, сөйтсе 97 әртіс отыр екенбіз ғой мына жақта дейді. Сондай 97-те такие шутки он, ну, иногда.